Öyle. Бастық неге өзі келмейді осы қарапайым халықтың алдына? Ақша сұрады ма аналар? Сұрады 3,5 мың. Арызданайын деп жатыр ма бұл кісі? Жазып береді сосын оқисыз. Жоқ, сіз жаңа бізден 3,5 теңгеден сұрадыңыздар ғой. Келіңіздер ме? Жамбыл Рахматулла назарыңызда. Бүгін білесіздер, сенбі бізде жәрмеңке болады Кентауда. Жәке, ана жерде кісілер бізде айына 3,5 теңге төлейсіңдер деп ақша сұрап. Кім? Мынау площадь. ДК-ның балансында дей ма? Аха, қайсы сұрап жатқан? Жаңа жерде тұрып кіріп кетті ма? Ha, міне қыз. Мынау ма? Ана осы. Саламатсыз ба? Бейне және аудио жазылымы жүруде, Жамбыл Рахматулла жөнім. Өзіңіз таныстырсаңыз. Айтсаңыз енді. Мына кәсіпкерліктен жүріп адамдар. Жоқ, сіз жаңа бізден 3,5 теңгеден сұрадыңыздар ғой. Иә. Айтсаңыз соны басынан. Өзіңіз таныстырып берсеңіз. Мен ДК-да жұмыс істеймін, отдел кадр боламын. Аха. ДК-да, ярмаркада енді әкімшілікке қарайтын ярмарка алдын. Енді өле. Не болды? Ұялатсыз ба? Ярмарка алдын әкімшілікке қарайтын. Енді әкімшілік ДК-ның қарамағына өткізді да оны. Алаңды? Иә. Сіздер шығу үшін 1 квадрат метр 700 теңгеден аласыздар. Әр сатушыға 5 квадрат метр беріледі. 3,5 теңге айына аренда төліп тұра бересіздер. Аптасына 1 рет шығады, 4 рет шыққан үшін 3,5 теңге төлеу керек, қар шыққан үшін 800 теңгеден түсіп тұр ғой шамамен, иә? Ненің негізінде кім айтты оны сізге? Басшылықтан сондай келді. Әкімдіктен ба кім басшылығыңыз? Жо, жаңа сіз айтты деді ғой, сізге келіп тұрмыз ғой. Аринов Ерлан бастығым айтты. Аринов Ерлан дейсіз ба? Депутат қой ол, а? Депутат па? Депутат, иә. Қойш. Кеңізші. Мен қазір келген нәржердегі мәселем. Мен оның талап ететінде мен не сұрадым да? Жо, ненің негізінде соны білікті заңдылығын? Заңдылығын білу керек. Бір көлік сатқан жоқпыз. Қарапайым халықтың жағдайы. Бейне және аудио жазылымы жүруде, Жамбыл Рахматулла жөн. Сіздер ма кәсіпкерліктен деп жатқан? Аха. Таныстырсаңыздар өздеріңіз. Асылхан Самат Айдарханова. Аха. Және ауыл шаруашылық бөлім басшысы. Кәсіпкерлік ауыл шаруашылық бөлім басшысы, әкімдікке қарасты. Аха. Айта беріңіз. Не отыр? Кім ақша сұрап отыр? Кімнен ақша сұрап отыр? Ол информацияны білмеймін, әлі толыққанды шешілген ол мәселе. Аха. Мына қыз. Келіңізші, қарындас, жаңа есіміңіз кім дедіңіз? Ол кім? Ау? 3,5-нан аласыздар ма? Ендігі аптадан бастап? 1 квадрат метр 700 теңгеден. Жо, неге негізделіп тұрсыздар? Жо, неге негізделіп тұрсыздар? Бір құжаттарыңыз көрсеңізші. Қарындас, мына қызметкерге жібердіңіз кәсіпкерліктен деп тұрсыз ба? Бөлім басшысыз ғой? Сұрасаңыз сен, сізге не үшін жолдаған? Қанаудан басқа дым білменді. Халықтың ешқандай жағдайы жоқ, жұмыс жоқ. Жо, сіздер қазір боп салаумен айналып жатсыздар ғой, былай айтқанда? Ақша сұрады ма аналар? Сұрады 3,5 мың Қайсысы? аптасына депті. Айына 3,5 Аптасына деді, айына емес аптасына. Айына 3,5 дедім. Апай, мен сізге Квадратына 700-800 теңге деді. Мен сізге келген жоқ, мен ана кісіне Қарындас. айттым. Мына квадратқа қайша төлеймін сонда күніне? Шағымданасыз ба мына кісінің үстінен? Шағынатын атындарыңыз бар ма? Естіп жатырмыз ғой бұдан біз. 3,5 мың теңге деген не деген? Жетон қосулы ғой. Келіңіз, жаңағы маған түсіндіріп беріңізші түсіндіргеніңізді. Жоқ, қандай квадрат метрге, шаршы метрге ақша аламыз дейді. Базардың несін қымбат болып тұр бұлар? Квадрат метріне 700 теңгеден дейді. Видео түсіретін. Бар, қоғамдық орындамыз ғой, мен сіздің спальнигіңізге барып төсегіңізде жатқаныңызды түсіріп жатқан жоқпын, айып етпеңіз, Жоқ. Сіз айтқансыз. Сұрасаңызшы мені халықтың Сұрап өтеді ғой ақыл. Девушка дедіңіз, соны енді сізді бастығыңыз жіберіп тұр ма? Бастық неге өзі келмейді осы қарапайым халықтың алдына? Қызметкер сұрасаңызшы енді. Сізді қызметкер деп жіберіп тұр ма? Жауап берді ма? Не ушықтырып отырсыздар мына жерде? Күндерін әрең көріп ауылдан келіп жатқан адамдарға? Мен мына бөлімдердің басшысы екен. Ауыл шаруашылық Не жағдай болды, айтып түсіндірсеңіздерші. Ярмарка ауылды жердегі халық келіп осы жерде әйтеуір нәпақасын тапсын деп бір күн
Өкімет беріп отыр, дұрыс па? Бір-ақ күн. Ал енді келіп сендер оған ақша алам дейсіңдер. Салыңдар базар. Условия жасаңдар халыққа. Ауызша шағым тіркеліп жатыр ғой. Кричащий жоқ, басқа жоқ. Не үшін төлеу керек? бір болатын Ярмар күні 3-4 сағат. Тимей ақтын демей қойсаңыз тарайды кетеді. Сонда 4 сағатқа сендер 3,5 мың теңгеден сұрап отырсыңдар ма? Ұялмай? Түсіндіріп берсеңіз қарындас жаңа маған айтқаныңыз. Видео бәрібір шығады ғой. кәсіпкерлік ауыл шаруашылық бөлім сектор меңгерушісі бұл мәселе бойынша қазір бүйтіп екінші күні әкімшілікке жиналыс ұйымдастырайық та осы мәселені талқылайық. Бұл жерде мәселе қазір төлейді деп жатқан жоқ қой ешкімге. Айтыпты ғой жаңа маған камераға айтты ғой, дәлел тұр ғой. Деген мәселе көтеріліп жатқан жоқ. Қазіргі таңда Дальнейшем болғанда да бәрі жоқ, дальнейшемде мәселесі шешілетін болады. Ол айтып ескертіп келе жатыр, осы жерден бастап бізге айтып ескертіп келе. Ендігі аптада сіздер келісімшартқа отырмасаңыздар айына 3,5 мың теңгеден төлейсіздер деді. Сосын мен айттым. Келісімшартты көрсетті ма? Жоқ, сіз кімсіздер, құжаттарыңыз бар ма дедім. Бір дәлел болу керек шығар талап ететіндей мен. Рекітпайды. Жоқ, заңдық негіздеме болу керек қой. Біз осындай қызмет ұсынамыз, сіз осылай ақы төлейсіздеу керек. Мөрі бар ма десем, жоқ. Мен осының балансына өрім. Қайда ол кісі жаңа Ерлан деген депутат? мәселені екінші күні Арынып жіберді деп тұр ғой мені. Мына кісіні. Телефонда нақыз жаңа айтып берді. 3,5 теңге төлеймін. Жоқ, мына жақта әрең күн көріп, өздерінің мемлекеттен ештеңе сұрамай, өз күндерін өздерін әрең көріп жүрген адамдар, өздеріне жағдай жасап жатқан адамдарды келіп қанап жатқан болмайды ғой. Тоқ мәдениет тілдер дамыту және дене шынықтыру спорт бөлімі Қалдаяқ атындағы мәдениет сарайы, мемлекеттік мәдениет сарайы. Басшысын көрейікші, басшысының пікірін. Арызданайын деп жатыр ма бұл кісі? Не деп арызданам дейді? Мені ма? Не деп дейіппін? жазып береді, сосын оқисыз. Жақсы. Әрине, жазыңыз. Келіп, мына жерде кісілерге ешқандай заңдық негізі жоқ, құқық жоқ, отдел кадр бір келіп саудагерлерге ақша төлейсің деп алып, не үшін төлеткізіп жатсың, бір заңдық құқық негіздемең бар ма десем, арыз жазайын деп жатыр. Мінекей осындай біздің халық. Халыққа жақтассаң, басқа беті арыз жазып, сен соттатуға тырысады. Ар намысыма тидім дейді. Кентау қаласының әкімі Жандос Тасовқа қарасты мәдениет үйінің басшысы, қалалық мәслихаттың депутаты Аринов Ерлан дегеннің жаңағы қызметкеріне, отдел кадрдың басшысына, құзыреті жоқ адамға алаңдағы саудагерлерге аптасына 7 күнде бір рет бірнеше сағатқа ғана келіп, напақасын тауып, мемлекеттен бірдеңе қайыр сұрамай жүрген кісілерге келіп, түсініктеме жұмыстарын жүргізесін деп тапсырма беріпті. Енді соның заңда негіздемелерің бар ма, неге сүйеніп отырсыңдар деп сұраған маған, халыққа жақтасқан маған, үстімнен арыз түсті. Осындай мен жағдай. Кентау қаласының әкімінің тапсырмасы, Жандос Тасовтың тапсырмасы деп ойлаймын бұл арыздың негізі. Сосын жаңа Ерлан Аринов деген ба, сол депутат жалпы бірігіп, биліктегілер мені арызданып осылай құртқысы келеді ғой, ақиқатты айтпасын, халыққа болыспасын, жақтаспасын деп. Мен артық айтатында ештеңе айтқан жоқпын. Ол жерде жаңа арызын көретін боламыз. Ең айтты дейтін сөзі ол жерде жаңағы сен бөлмеңе кіріп кетпедің деген шығар. Я бөлмесіне кірмедім, түсіруге құқығым бар дейді. Әрине құқығым бар, қоғамдық орындамыз ғой. Мен оны шынымен де үйіне кірген жоқпын, немесе басқа бір машинасына жүгіріп барып ішіне кіріп кетіп түсірген жоқпын ғой. Дұрыс па? Қоғамдық орындамыз, қоғамдық орында қоғам жиналып тұр, қоғам өзінің пікірін айтып жатыр, сұрақ қойып жатыр. Ол ақыры өз қоғамның, халықтың арасына кірген екен. Халықтың атынан мен шықтым да сұрағымды қойдым. Артық ештеңе болған жоқ. Жандос тапсырмаңа облыстан Дархан Сатыбалдыдан келді ме, әлде өзіңнің инициативаларыңға жаңағы мәслихаттағы депутаттармен бірігіп, Аринов Ерлан дегенмен бірігіп жасап отқандарың ба? Алдағы уақытта нақты шешетін боламыз.
нақты білетін боламыз, халықты хабардар ететін боламыз. Мен бәріп қорқып қалмаймын, халық үшін айтарымды айтам, бүгіп қалмаймын. Сондықтан осылай мәселе қазір. Үстімнен арыз жазылды, тағы да бір істі қылып, мені осылай үнімді өшіргісі келіп жатқан түрлері ғой бұлардың. Байланыста боламыз. Жамбыл Рахматулла, жөнім.